Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Башаңыз қайырлы таң. Мында балапандарымыздың жем суын беріп, мана құттай жайып кішкене қамап тастаған болатынбыз. Бізде қазір мына жерде башкирский үйректің де балапандары бар, және де қаздан Линда мен қоңырала қаз бар. Коробкаларды ертең біреуге салып жіберуге алып қойғам. Так, сосын бізде мында қойымыз, жағына тауықтарымыз. Баламда қойлар шығарып жібер шаруа сыртына. Есікті ашта шығарып жібер. Бар, жайылып келдер. Біреу шаруаны кіріп кетпесін дейік. Бізде мында тауықтарымыз бар. Тауықтар да шүкір Алла жұмыртқаны беріп жатыр енді. Аллаға шүкір. Әлі заказдарын таратып тұр, кер алмай жатыр мені өзі. Кресный пункт деп біреуін қағып кетесің ғой. Таңертең тұрып жемдерін, суларын ауыстырып қойдым мені. Сол үйде жұмыртқаларын бір жинап алдым. Енді жарты сағат сайын, бір сағат сайын бір жұмыртқаларын осылай келіп алып тұрамыз. Баяғы жарылып қалмасын, не істемесін деп. Опа! Осылай жұмыртқаларын алып тұрамыз. Хабарласыңыздар. Енді сал жіберем, машина тапсаңыздар өздеріңіз. Бізде осылай жұмыртқаны шүкір беріп жатыр келген тауықтар. Так, таңертең 6-да тұрып 10 жұмыртқа жинап алдым. Мыналардың жем суларын беретін кезде 15 жұмыртқа жинап алдым. 26, 27, 28 жұмыртқа болды. Енді қазір мына жерде 50 тауық бар. 50 тауықта 28 жұмыртқаны ойнап жүріп, сағат қазір 11:30. 11:30-ға дейін жинап алдық қой. Енді Алла қосса кешке дейін әлі уақыт бар ғой. Кешке дейін туады. Үйректің де балапандары сатылымға әзір шықпайды. Башкирский үйрек пен қаздың балапандарын өзіме алып қалып жатырмын, арнайылап. Сосын Алла бұйыртса енді бір қораның ыңғайы шықпай жатыр ғой. Қораның ыңғайы шықса балам дейтін жайып тайды ары қаратай. Қораның ыңғайы шықса Алла қосса шағын ғана қора салам. Сол ойлап тұрмын, мына жерге салсам ба қораны, шағын қалып кішкентай или енді мына жаққа салынатын мал мен қой қора. Ол ана проекттіге нәйім болып түседі да, ана жерге ол деген. Ол нәйім болып түседі. Бірінші забор қоршағаннан кейін барып түседі ана жерге. Өйткені мен ар жағын бәрін ашуым керек қой, кеңейтуім керек, сразу навес жасап кетуім керек та. Сосын ар жағы қоршалады, талдар кесіледі, содан кейін барып қора түседі. Соған дейін мына жерге бір бара ақтаспен тағы ақтас алып келіп, мына жерге кішкентай қора салып, светлый прамаларды ішіне кіргізіп қою керек болып тұр әдемілікке. Или мына жерге мына үйректерге салғандай қылып. Келген адамдарға, мына шаруаққа келген қонақтарға әдемі, приятно көріну үшін светлый брам тауықтарын асырағым келіп тұр. Біреумен сөйлесіп қойғам, таза брамаларды. Сол осылай достар, бізде шаруашылықта міне жұмыртқа туып отыр тауықтар. Ойлап тұрмын, или ламан браунда атештерін қосып, мысалы инкубационный жұмыртқасында сату болады бір айдан кейін. Ламан браунды қосасың, бір айдан кейін уже инкубационный жұмыртқасын сатай бересің, тексеріп. Жақсы достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.